жан жаққа тарады деген мағынада. Аятты бұл қайтадан түсіндіріп өтеміз. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ. Тафаррақа деген бір етістік болатын болса, ол етістіктің фәғілі болу керек. Фәғілі әлләзин түрінде келген, те который деп. Әлләзин деген сөз артында анықтауыш бағының қылы сөйлемі болу керек, оны анықтайтын. Ол мынау, утул китаба, өздеріне кітап берілгендер. Негізінде біз Аллах Тағала оларға кітап берді десек, әтә дейміз. Бұл мынау емес, қыздар. Мынау емес. Әтә емес, әтә келді деген сөз, барды деген сөз. Ал әтә апарды, берді деген мағынасы бар. Етсік 4-ші бабы сол астындағы жағы етсіктен туындаған. Әталлаху. Кімге? Мысалы, әннәсә, оларға дейік. Нені берді? Әл-китаба. Оларға кітапты берді де, мысалы. Оларға берілді дейтін болсақ, біз мына жерде утия дейміз. Ырықсызға айналды ғой, утия, берілді. Сонда Аллах сөзін уже айтпаймыз, ырықсызға айналып кетті ғой. Мына әннәс оның орнын басады, яғни наибу фаил болады, әннәсу дейміз мысалы. Адамдарға берілді. Не берілді? Әл-китаба, кешеде түсіндірген едім. Бізде не берілді десек, атау септігінде тұрса, арабшада мына етістік ырықсызға айналдырғанда, мына кімге дегеніміз атау септігіне келеді, қараңыздар, әннәсу кімге берілді? Не берілді дегеніміз табыс септігінде қала береді. Өйткені ол итакта мәфғул бихи етін. Бұл етістік екі мәфғул бихи алатын етістіктерден. Кімге нені берді? Енді әннәстің орнында замир келіп тұр қазір бізде. Уту деп өздеріне берілгендер дегенде негізі оларға берілді. Оларға кітап берілді. Алайда бұл сөйлемнің басына әлләзина қоятын болсақ, әлләзина дегеннен кейін барып қоятын болсақ, өздеріне кітап берілгендер. Бұл есім болғандықтан көріп отырсыздар, бастауыш ретінде, яғни фәғіл ретінде тафаррақадан кейін келіп тұр. Тафаррақаллазина утул китаба. Өздеріне кітап берілгендер тарады. Мә тафаррақа десеңіздер, тарамады негізінде. Алайда мә мен илля екеуі қосылады мағынаны болымдығып жібереді. Тек қана бүткеннен кейін бөлініп кетті деген мағынаға келеді. Қайтадан түсіндірейін. Тафаррақа негізі бөлінді, ажырады бір-бірінен. Ал мә тафаррақа келіп илля дейтін болсақ, тағы да бөлінді болып қала береді, бөлінбеді деп айтпаймыз. Бөлінді тек қана қай жағдайдан кейін ба'дама яда мин ба'дима жаатхумул байина. Өздеріне ашық дәлел келгеннен кейін ғана бөлінді дейді. Мына жерде де мин ба'ди дегеннен кейін де бұлқанда бір түсініктеме беріп кетейік. Мин ба'дима. Негізі ба'дама деп айтуымызға болады, қыздар. Ба'дама. Онда мына жер фатха болатын еді. Фатхамен келетін. Өйткені бұл зарф мәкан сөздер ғой, яда зарф заман сөз дейміз, заманды білдіретін зарфта. Алайда башына мин деген харф жар келгендіктен соңы ба'ди болды. Мудаф. Артында келген мәміз мудаф илейхті бастатып тұр, бірақ бұл бұрынғы мәлардан біраз өзгеше. Біз қазірге дейін екі түрлі мәні өттік. Бірі исм маусул болған, әлләзимен синоним. Ал бірі екіншісі сұрақты білдіретін мә. Ва мә адрака деген кездегі сұрақты білдіретін мә еді. Ал мынау қазір мына аяттың ирабында бұл жерде бұл мә'ул мастария дейді. Яғни артындағы етістікпен қосып мастар мағынасын білдіреді, тұйықрай мағынасын білдіреді дейді. Ол не деген сөз? Мин ба'ди дегеннен кейін мынаның орнына мастар қоюыңызға болады деген сөз. Мәжи'i келуінен кейін. Кімге? Мәжи'ихим оларға. Не келгеннен кейін? Әл-бәйіна. Оларға бәйіна келгеннен кейін. Алайда біз мәжи'ил бәйіна дейміз. Файліне мұдап жасаңыз. Бағда мәжи'ил бәйінати илейхим. Оларға ашық дәлел келгенге дейін. Сонда мына мәжи деген жа'аның мастары. Оның орнында бізде аятта мә жа'ат деп етістік түрімен мә мен өткен шақ етістік бірігіп мастар мағынасында бере береді. Өздеріне ашық дәлел
келгеннен өздеріне ашық дәлел келуінен кейін. Келу десек бізде тұйық құрай ғой сол. Келуінен кейін деп айтпаймыз, әдетте біз келгеннен кейін деп кетеміз. Арабшада бұл мастар ретінде қаралады. Мұхтасар тәпсір не дейді? Мұнда да қараңыздар, мә бар, қараңыздар. Илля бар. Онда бұл тек қана бүйткеннен кейін бүйтті деген болымды мағынаны білдіреді. То есть болымсызға айналмайды. Мә мен илля екеуі наоборот болымды мағына білдіреді. Сонда еврейлер ихталафа дегеніміз пікір айырмашылығына, яғни келіспеушілікке түсті. Қай еврейлер әллазина уътут таурата. Қараңыздар, уътут таурата деген сөйлем, сыла сөйлем ғой. Мына сөйлемге ұқсап тұр, қараңыздар. Утул китаба. Жақа айтқанбыз, әта деген атаға біраз мұрадиф дегенбіз, яғни синоним. Қараңыздар. Жақындатайық арасын. Утул китаба, өздеріне кітап берілгендер. Уътут таурата, өздеріне тәурат берілгендер. Тафаррақа бұл жерде ихталафа синоним ретінде берді. Алайда кітап берілгендер тек қана еврейлер емес. Сонымен қатар христиандар. Сондықтан уан насара аллазина уътул инжила. Тағы да уътул инжила дәл жағағындай тәртіппен келіп тұр. Өздеріне инжил берілген еврейлер пікір қайшылығына, келіспеушілікке түсті. Тек қана қашан? Тек мен баъди ма баъасалла, Аллаху Таала жібергеннен кейін, Аллаху Тааланың жіберуінен кейін. Бұл жерде де мә мен баъаса қосылып мастар болып тұр. Кімді жіберуінен кейін? Өзінің пайғамбарын. Кімге? Оларға. Фаминхум, олардың арасында, мына еврейлер мен христиандардың арасында мән әслама, исламды қабылдағандары да бар. Уаминхум, олардың арасында мән тәмәдә, яғни қасарысқандар, қасарысып жалғасқан, фи куфрихи. Ма'a илмихи би сыдқи набихи, яғни пайғамбардың шын екендігін біле тұра, күпірліктеріне қасарысып жалғастырған дарда бар деп түсініктеме берген екен. Бұл түсініктеме, қыздар. Мына уъту деген етістіктің қалай қолданылғандығы. Ата да дәл солай. Бізде қараңыздар. Ата Аллаху кімге? Әл-Яхуда, еврейлерге. Нені берді? Әт-Таурата. Қараңыздар. Екі мәфул бихи алады. Мына ата деген етістік. Кімге дегені де мәфул, бірінші мәфул бихи. Нені дегені де. Ырықсызға айналған кезде уътия дейміз, уътия. Берілді. Кімге деп, біз әлі де кімге деп айта береміз. Ал арабшада бірінші мәфул бихи наибу фа'ил, яғни фа'илдің орнын басатын сөзге айналды и мәрфу болады, қараңыздар. Уътиял яхуду. Не берілді дейміз біз? Наоборот, мынаны не берілді деп айтамыз. Ол мәфул бихи болып қала береді арабшада. Таурат деп. Содан кейін мына яхуд сөзі уже алда келді, қараңыздар, мына тәпсірде. Мына жерде келгендіктен уже ол қайталанбайды. Сондықтан орнына замир қойылып тұр. Мына жерде уъту деп тағы да мынау соңындағы яйы түсіп қалып, алды дамаға ауысып барып, уътут таурата деген сөз өздеріне тәурат берілді. Ал бізде болатын болса әллазина деп келгендіктен өздеріне тәурат берілгендер. Берілгендер деп егерде яхуд сөзі болмаса